Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің аты-жөнім Қожанова Гаухар. Талғат Бегелдинов жалпы орта білім беретін мектебінің биология пәні мұғалімі боламын. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы бағаналы жасушалар. Олардың ұғымы және олардың қасиеттері, қайта жаңаруы және жіктелуі. Оқу бағдарламасына сәйкес бүгінгі сабақта қол жеткізетін оқу мақсатымыз 11-де 2-де 3-те 1 бағаналы жасушалардың мамандану үдерісі және олардың практикалық қолданылуын түсіндіру. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын миға шабуыл ретінде бірнеше тапсырма орындайық. Жасушаның көбеюін сипаттаңдар. Бағаналы жасушалар ұғымына анықтама беріңдер. Эмбриодты денелер дегеніміз не? Сұрақтарға жауап беріп болсақ, жаңа сабағымызды бастаймыз. Бағаналы жасушалардың ұғымы және қасиеттеріне тоқталатын боламыз. Бағаналы жасушалар деп қажет кезде адамның әртүрлі мүшелері мен ұлпаларын құрайтын жасушалардың басқа барлық типтерін түзе алатын ізашар жасушаларды айтады. Ғалымға бағаналы жасуша терминін алғаш рет 1908 жылы орыс ғалымы Максимов енгізді. Ол бұл жасушалардың қан түзушінің негізінде болатынын айтты. Яғни қызыл сүйек майының жасушалары ескерілді. Олар ізашар жасушаларға бастама беріп, барлық қан жасушалары эритроциттер, лейкоциттер мен тромбоциттер түзіледі. Мына суретте қарайтын болсақ, бұл суретте бағаналы жасушаларға мысал келтірілген. Бағаналы жасушалардың жіктелуіне тоқтала кетейік. 1960 жылы Ресейде бағаналы жасушаларды биологтар, суретте көрсетілген Фриденштейн мен Чертков көп зерттейді. Біздің ағзамызда дәнекер ұлпа және маманданған қан жасушаларына айналуы мүмкін жіктемеген жасушалар өмір бойы сақталады. Адам ағзасында барлығы дұрыс болған кезде бағаналы жасушалар белгілі бір ген әсерінен шексіз екелселеніп, еркін әрі тәуелсіз айналып жүреді. Олар жұмыссыздар деп аталынады. Бірақ еңбек биржасынан генетикалық сигнал алғанда, яғни ұлпаның немесе мүшенің зақымдануы, ақау немесе кемшілік болған жағдайда, олар қан арнасы бойынша зақымданған мүшеге ұмтылады. Кез келген зақымдануды тауып, сол жерге ағзаға қажет жасушаға, яғни сүйек, тегіс салалы бұлшық ет, без, жүйке және тағы басқаларға айналуы мүмкін. Бағаналы жасушалардың ағзаның басқа маманданған жасушалардың айналуын бағаналы жасушалардың жіктелуі немесе дифференциациясы деп атайды. Ересек ағзада барлық бағаналы жасушалар тек сүйек майында болады деп ойлау қате. Тарихи тұрғыда оларды алғашқылары сүйек майынан анықталған, сондықтан ұзақ уақыт ағзаның барлық бағаналы жасушалары қызыл сүйек майынан да болады деп есептелінген. Кейін олар май ұлпасында, тері, бұлшық ет, бауыр, өкпе, көздің торлы қабағында, ағзаның барлық мүшелері мен ұлпаларда анықталды. Бағаналы жасушалардың екі түрі ажыратылып қаралады. Солардың біріншісі эмбриондық бағаналы жасушалар. Оларды ұрықтанған соң дамудың 4-7 күні қалыптасатын бластуланың ішкі жасуша массасынан алады. Эмбриондық бағаналы жасушалар ересек адамның бағаналы жасушаларымен салыстырғанда едәуір әмбебап және ағза жасушаларының барлық типтеріне жіктелуге қабілетті. Олар басқа ағзаға енген кезде қабылдамау реакциясы пайда болмайды, өйткені оларда өлі гистосәйкестілік антигендері пайда болмаған. Эмбриондық бағаналы жасушалар
ермексаз сияқты жұмсақ әрі созылғыш. Ересек адамның бағаналы жасушаларының айырмашылығы қандай да бір шектеусіз кез келген нәрсеге айналуға қабілетті. Сонымен қатар эмбриондық бағаналы жасушалар өзін-өзі бақылаудың ерекше жүйесі бар. Ол белсенді жасушаға айналып көбейеді, бірақ бөліну кезінде қателікке жол берілсе, онда жасушаға өзін-өзі жоюға команда беріледі. Осылай эмбриондық бағаналы жасушаларды пайдалану кезінде обырдың немесе рактың пайда болу ықтималдылығы өте аз. Бағаналы жасушаның екінші түрі бізде сомалық бағаналы жасушалар деп аталынады. Олар жасушаның әртүрлі типін түзудің шектік потенциалына ие ересек ағзаның бағаналы жасушалары екен. Жақын уақытта ересек ағзаның кейбір жасушалары ішінара эмбрионға тән бағаналы жасушаларды тудыру қабілетіне ие екені анықталды. Егер шын мәнінде осылай болса, эмбриондық бағаналы жасушалардың пайдалану жолы этикалық кедергіні жоюға болады. Бұл жасушаларды алу үшін адам эмбрионның бұзудың қажеті жоқ. Ересек ағзада бағаналы жасушалар негізінен қызыл сүйек майында болады деп есептеледі. Адамда ол дене массасының шамамен 1,5% құрайды. Сүйек майының құрамында шамамен оның барлық жасушаларының 0,1% бағаналы қан түзуші ерекше жасушалар кіреді. Жіктеуге, көп рет бөлінуіне және қан түзудің барлық бағытында даму қабілетіне байланысты олар үнемі ескіретін эритроциттер мен жұқпалармен күресу кезінде жойылатын лейкоциттердің орнын ауыстыруын қамтамасыз етіп отырады. Енді бағаналы жасушаларды қайта жаңаруына тоқталайық. Қалыптасқан адам ағзасында жасушалардың шамамен 230 түрі типі болады. Олар ескірген және жойылған кезде үнемі орнын ауыстыруды қажет етеді. Осы қалпына келтірілетін қызметті барлық ұлпалар мен мүшелерінде белгілі бір қуысты жасушалар атқарады. Ересек адамның бағаналы жасушаларының сапалық екі ерекшелікке ие. Біріншіден, олар өмір бойы үнемі өзіне ұқсас жасушаларды өндіреді. Өзін-өзі өндіру қабілетіне қарай оларды осындай жасушаларға көбінесе өлмейтін жасушалар деп айтады. Қазіргі кезде осы қасиет жасушаларды қоректік ортада көбейткен кезде кеңінен қолданылады. Екіншіден, олар өзіне тән морфологиялық және қызметтік қасиеті бар жетілген жасушаларды генерациялайды. Негізгі пролиферациялық, яғни жойылу нәтижесінде олардың орнын толтыратын жасушалардың көбеюін қабілет олардың үнемі қайта жаңаруын және өзін-өзі сақтауын қамтамасыз етеді. Ересек тірі ағзалардағы бағаналы жасушалардың рөлі ұлпаларды сақтау және қалпына келтіру екен. Ағзада ұлпадағы бағаналы жасушалардың үлесі ескірген сайын шамамен 100 есе төмендейді. Туған кезде балада бір бағаналы жасуша 10 000 кәдімгі жасушаға дұрыс келеді, ал 60 жастағы және одан үлкен адамға бір бағаналы жасуша 1 миллион кәдімгі жасушаға дұрыс келеді екен. Енді бағаналы жасушалардың жіктелуіне тоқталамыз. Бағаналы жасушалардың жіктелуі дегеніміз бастапқы біртекті маманданбаған эмбриондық жасушалардың ұлпалар мен мүшелер түсетін маманданбаған жасушаларға қайтымсыз өзгеруі. Ересек ағзаның бағаналы жасушалары белгілі бір ұлпа, яғни қан жүйке жүйесін және тағы басқалардың жасушаларын түзуге қабілетті. Алайда, соңғы уақытта ғылыми басылымдарда ересек ағзаның бағаналы жасушаларының бағытталған дифференциациясы туралы хабарламалар пайда бола бастады. Ересек ағзаның сүйек майының бағаналы жасушаларынан генетикалық бағдарламалау нәтижесінде жүйке, бұлшық ет және басқа жасушалар алынады екен. Осымен жаңа сабағымызды бекіту мақсатында сендерге бірнеше тапсырма беретін боламын.
Бірінші, бағаналы жасушалардың медицинада қолдану мүмкіндігін түсіндіріп өтіңдер. Екінші, бағаналы жасушалар көмегімен емделуге мысалдар келтіріңдер. Үшінші, бағаналы жасушалардың негізгі қасиеттерін талдаңдар. Келесі, тұқым қуалайтын ауруды емдеуге бағаналы жасушалардың маңыздылығын түсіндіріңдер. Екінші, бағаналы жасушалардан организм ұлпасының түзілу реттілігін көрсетіңдер. Тапсырмалардың жауабын маған жіберіңдер. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Кері байланыс ретінде бір ауыз сөз әдісін қолданатын боламыз. Өздерің сабаққа деген ойларыңды бір ауыз сөз арқылы айтып өтесіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.